Қайырлы күн, қадірменді қазылар алқасы және байқауға қатысушылар. Мен Тұрсынбек Ақбота Мәуленқызы 1995 жылы 7 желтоқсанда Түркістан облысы Шымкент қаласында дүниеге келдім. 2013 жылы мектепті тамамдап, сол жылы Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне география және табиғатты пайдалану факультетіне оқуға түстім. 2022 жылы Шымкент қаласы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінде бастауыш сынып мұғалімі мамандығын тамамдадым. Студенттік шақтарым да өмірімнің бір қызықты кезеңі болды. Студенттік шақта қоғамдық жұмыстарға белсене қатыстым. Отбасым жайлы айтар болсам, 2017 жылдың жаз мезгілінде тұрмыс құрдым. Қазіргі таңда аяулы жар, 2 қыз, 1 ұлдың анасымын. Жаңашыл жас маман ретінде менің мақсатым тек білім беру ғана емес, әр баланың қабілетін ашу, қызығушылығын ояту және оларға қолдау көрсету. Еңбек жолымды 2024 жылдың қараша айынан бастап номер 64 орта мектебіне бастауыш сынып мұғалімі болып қызмет атқарып келемін. Жаңашыл мұғалім болу жаңа әдістерді қолдану емес, сонымен қатар оқушылармен тығыз байланыс орнату, баланың жүрегіне жол таба білу, олардың сенімін ақтау, мұғалімнің басты қасиеттері. Мен оқушыларға білім беріп қана қоймай, оларды өмірге бейімдеуге, өз ойларын еркін жеткізуге, шығармашылық қабілеттерін дамытуға көмектескім келеді.